Қайырлы таң баршаңызға. Лайнер деген таңның атысы осындай болады. Судың ортасынан күн көтерілген сияқты болып тұрады. Керемет әдемі шлейфпен. Лайнер керемет. Саяхаттау бұл жас кәріге қарамайды. Мына жерде үлкен ағаларымыз теннис ойнап жатыр. Саяхаттап жатыр. Қайдан боласың? Атырау қаласынан. Атыраудан біз Талдықорғаннанбыз. Қалай саяхат ұнап жатыр маған? Керемет. Жас кәріге саяхат қарамайды ғой. Ой, айтпа. Сіз сияқты ағалар қазір. 70-80 жастың европейсте жүргін. Иә. 80 жақтақсыңында. Әр қазағым саяхаттау берсін. Жолдастық матч болып жатыр. Мына жерде стол футбол ойы болып жатыр. Ары қарай кеттік достар, таныстырайын. Бұл 11-ші этаж, яғни ашық алаң. Бұл жерде балаларға арналған осындай түрлі ойын алаңдары, супырғақтар. Жұмыс жасайды, таңертеңгі 6-тан бастап кешкі сағат 10-ға шейін бұл жерде ойнауға болады. Ал бұл жерде бассейн, үлкен адамдарға арналған бассейн және балаларға арналған бассейн әр жағында. Үстіне шығып загар алып, осындай жерде жатып, орамалыңызбен. Мына жерде үстіңіз түз болған жағдайда шайынатын ванна. Ал мына жерде джакузи. Бұл жерде сондай бір өзінің температурасы бар. Қателеспесем 39 градус болу керек. Сыртта осындай массажбен жасайды. Күндіз, таңертеңде, кешкеде осындай би болады. Аэробика. Мына жер бар, яғни сусындар. Кімде all inclusive дринк қосылған. Осы жерден тегін ала берсе болады. Любой сусынды тегін, мороженое болсын. Good morning. Hello. Энергетик болсын, барлығы тегін. Тек қана жоғарыға көтерілеміз. Жоғарылаған сайын ысып жатыр күн. Бұл жерде әрине былай шығатын жан-жағына шығып кететін выходтар көп. Мына жерде бір есік бар. Жоғарыда тоже бір нәрсе бар, білмеймін, бірақ өтуге болмайды ана жерде. Мынау енді бағытты бағдар беретін осындай бір құрал болса керек, атластың сигнал қабылдағыш. Лайнер әдемі. 12 этаждан тұратын лайнер. Бұл ең ескі, ең төменгі класстағы лайнер. Ең төменгі класстағы лайнер болса да, дәрежесі осындай. 2004 жылы шыққан итальяндық MSC Opera деген бұл 3 жұлдызды лайнер. Дәл қазір біздер Парсы шығанағында жүзіп келе жатыр. Ешқандай судың қозғалысы лайнерге вообще білінбейді. Мына жерге су қойсақ та төгілмейді. Стабилизатор өте мықты, шум давлениесі өте мықты. Суды қараңыздаршы, сіздерге көріне ма? Тұп-тұнық, қараңыздаршы. Тұп-тұнық су деген кәм. Құтты бір мата желбіреп тұрған сияқты көрінеді. Су емес. Мына жақта
лайнерлер кетіп жатыр тоже корабльдар. Жақта тоже корабль. Түнімен ұйықтамаса мына кісі жұмыстан шаршап қазір ұйықтап жатыр екен. MSC бұл соңғы моторы. Мына жерден қызметкерлер шығып жатыр. Ал мен жоғары қарай көтерілем. Бұл жерде мини гольф алаңы бар. Қазір сағат 10-нан бастап ойнауға рұқсат береді. Осы жерде гольф ойнау керек. Шағын гольф алаңы. Гольф сүйер, гольф ойнағысы келетін бір Ричмонд жігіттер болса, осы жерге гольф ойнап фотосессия жасауға болады. Әдемі. Мына жерде фотосессия жасаған өзі бір әдемі шығар. Шағын жер болса да бастапқы үйреншікке баратын жер. Достар, міне соңғы шлифтке келдік. Шлифттің көрінісі осындай. Бұл таңғы ас пішетін жер. Осындай адам көп. Өте көп адам. Іштен буфеттен тамақты алып, осы жерге келіп тамақтанасыздар. Кішкене бұл ашық, жартылай ашық жер болғандықтан салқындау. Салқындау дегенде енді тоңбайсыз, бірақ кішкене теңіздің салқыны келіп тұрады. Мына жерде бар, керек сусындарыңызды, керек спирттік ішімдіктеріңізді аласыздар. Оның барлығы тегін. Егер сізде дринк қосылған болса. Ал мына жағында бұл кафе, қандай тамақтар бар екен көрсетіп кетейін сіздерге. Фрукты, апельсин, киви, круассандар, панкейк, жұмыртқа және шайлар. Мына жерде шайдың түрі бар. Фруктовый шай, көк шай, лимонды шай, қара шай және соттың шырынның 4 ассортименті бар. Ары қарай шығамыз. Ар жағында тоже осындай қызметкер бізге есікті ашып беріп тұрады. Сервис өте мықты. Thank you. Қош келдіңіз, көрілетіңіз деп жатыр. Бұл La Vella деген шведтік үлгідегі столовый. Бұл жерде тамақтың барлығы тегін. Круиздар, саяхатшылардың бәріне осындай тамақтар бар. Соустар, салаттар. Бұл жерде макарондар, жұмыртқа, макарон өнімдері. Тапқытты жұмыртқаны айдау. Я жеп алдым, аспоқ. Жұмыртқаның піскен түрі бар, суға піскен түрлері бар. Бұндай. Мына жерде жарымный духовка, бекон, яғни шошқа өнімдері мына екеуде. Шошқаның колбасасы жеуге болмайды мынаны достар. Міндетті түрде осыны оқыңыздар. Ағылшыншасын бірінші, одан кейін орысшасын міндетті түрде оқып алыңыздар. Порк деген сөз болса, шошқа мына жерде сөйледе тұрады. This item contain pork дейді, яғни шошқа өнімдері. Мына бір нанды жеңіздер, бұл нан өте тәтті, дәмді нан. Бұл жерде сливкилар, түрлі соустар. Дальше кетеміз. Мынадай fruit station деп, яғни фруктлардың бекеті. Бұл жерде жүзім, банан, алма. Туралған түрлері, қауындар, өріктер, микстер, қарбыз, қосылған. Осындай ма келесі жағы.
тамақтан ешқандай проблема жоқ. Овощ, піскен овощтар. Колбаса, шошқаның колбасасы, сыр бар, сырдың 3-4 түрі. Мына жағында да бар осындай. Осы қысқаша достар, осындай жерлердің бір столдың бір жеріне орныңызды алып, жайғасып, тамақтанасыздар, дәл осылай. Мына жерде мен сусын ішкім келіп тұр, сусын ішіп кетейін. Шырын біткен екен. Су шығып жатыр екен енді. Шырынды мына жақтан ішетін боламыз қазір. Осы жақтан аламыз. Мынау экскурсия жасайтын жер. Экскурсия ұйымдастыратын. Мынандай ашық алаңда шай ішіп, кофе ішіп, сусын ішіп отырасыз. Демаласыз. Мына жерде тоже қызмет көрсету жері. Ал мына жерде рецепшн. Бұл жерден дәл қазір мен картамды алам. Сол үшін очередке тұрамын. Бұл 5-ші этаждағы рецепшн. Қонақтарға қызмет көрсету. Он бірінші этажда осындай. Baby Club бар. 3 жас, мини-клуб, 3 жас, 6 жасқа арналған. Junior Clubs дейді. 7-11 жас аралығында балаларға арналған. Бұл как садик сияқты. Осында балдарыңызды тастасаңыз болады. Мына жерде бэби клубтар бар. Мана айтып өткендей 3 жастан 6 жастан жоғары балаларға шағын клубтар. Яғни бұл садик. Сіздің балаңызды осы жерден қабылдап алады, ойнатады. Жуынатын жері баланы. Сондай. Baby club. Under 3 years. Yani как решить? Кішкентай балалармен. Ne diyor? Ballarınızı işte. Aslında. Evet aslar. Aslında oyun alanı var. Arı жағында тоже 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалар. Әртүрлі ұлт өкілдері. Мына жерде менің қызым ойнайын деп жатыр. Қызық көріп тұр ол бәрін. Қарай. Спа, сауна, стрим румс. Осындай керемет. Достар, лайнер жүзіп келеді. Бұл 12-ші этаждағы фитнес зал. Лайнердің біз қағалындамыз қазір.
Адамдар шынығып жатыр мына жерде. Мына жерде наклон көбейтеміз. Мына жерде скорость көбейтетін. Пентесіне шықтым достар. Бір денемді шынықтырып алып, жүгіріп жаттығу жасап, енді бұйырса бассейнге кетіп батырмын. Әрі қарай бассейнде жалғастырамын. Керемет лайнер. Лайнер өте тамаша. Барлық жағдай жасалған. Қалағаныңша демал деп тұр. Сіздер де келіңіздер, міндетті түрде демалыңыздар, саяхаттаңыздар. Достар, қазір гольф ойнауға кетіп батырмын. Мынандай таяғымды алып алдым. Бұйырса гольф ойнаймыз. Теңіздің үстінде, бұйырса 12-ші этажда гольф ойнаймыз. Теннис ойнап жатыр жігіттер. Бол. Вот клаб, живая музыка. О, казино. Казинода қарапайым адамдар казино ойнап еді, бұлар карта ойнап отыр. Ойын автоматтары. Фотосессия жасап жатыр. Осындай парфюм сататын жерлер. Бағалары әрине бізбен шамалас. Burberry парфюмдары. Где-то 60 мың, 50 мың шамасында. Dior Sauvage тоже. Көбіне бұл жерде основной жеңілдіктер болады. Сатушы қыз 10%, 20%, 30% жеңілдік болады. Сол кезде алып үлгерген дұрыс. Бүгін екеу алсаң 10%, үшеу алсаң 15% жеңілдік екен. Лайнерде түскен суреттерді осы жерге қояды. Фотоны сатып алу құны 22 евро, яғни фото комплект алу үшін 4-5 фото түсіреді сізді. Соны алу үшін сізге бар болғаны 11 мың теңге ақша төлейсіз. Біз қазір 6-ші этаждамыз лайнердің. 6-ші этажы. Прада деген ресторандамыз. Лайнерде жалпы 2 ресторан бар. Әр түрлі. Ресторанның ішері осындай бар. Кешкі тамақ 2-ке бөлінеді. Лайнердің ішкі ресторанның атмосферасы осындай.
нашего экипажа, всех офицеров и, естественно, нашего капитана. Мы искренне желаем вам хорошего вечера. Спасибо. Достар, лайнерден шығатын кезде сіздерге осындай қағаз келеді. Осындай лайнер бөлімінде 3 адамға, каждый адамға 1 евродан 1000 теңге бұл. Қалай айтады, қайырымдылық қорына ақша аудару. Оны төлейсіздер ме, төлемейсіздер ме, өздеріңіздің еркіңізде. Мен төлемеймін, себебі далаға кетіп жатқан ақша бұл. Өзіміздің елімізде жағдай жоқ адамдарға көмектесу. Одан да соларға берген 1000 есе артығырақ деп ойладым. Сол себептен мен отказ беріп жатырмын. Туған күн боларда осылай құттықтайды. Бүгін мысалы кімнің туған күні, сол адамға тортты апарады естеді. Шығып жатыр қазір. Бұйырса Абу Дабиге шығып жатыр. Үш рет тексереді қазір. Қош бол, Месси. Кетіп жатырмын мен. Бұйырса қайта ораламын. Шығып бұйырса. Қайсар, жатам, қайсар. Абу Даби порты. Қайтты ма, брат? Дәл қазір Абу Дабидеміз. Бұйырса ары қарай елге жолға жүреміз. Лайнерден шықтым, бұйырса мынау менің артымдағы лайнерім. Ал мына жағымда бұл Абу Даби қаласының порты. Бұйырса порттан паспорт контролдан өтіп, ары қарай аэропортқа жол жүремін. Қош бол, лайнер.
Абу Даби порт терминалы, круиздік линиялардың барлық саяхатшылары портпен қарым қатынас жасайтын жолаушылардың барлығы осы жерге келіп, осы жерден өтеді. Міне ар жағыңызда көріп тұрғандай біздің лайнер. Бұл жерде күніне жоқ дегенде 15 000 адам кіріп шығады екен. Өте үлкен порт. Бұл біздің аэропорттан да үлкен. Достар, Абу Даби портынан шыққан бойда сразу аэропортқа баратын болсаңыздар, солға қарай жүресіздер. Осындай үлкен бастар тұрады. Осы бастары сәл асқан бойда мынадай остановка бар. Осындай остановканың артында 44 деген маршрутқа мінесіздер. Номері 44-ші маршрутынан, такси. 44-ші маршрутқа мініп, бір жерде түсіп қаласыздар да, келесі А1 немесе А2 деген маршрутқа мінесіз. Аэропорттың қақ алдына апарады. Абу Даби қаласы. Бұл Біріккен Араб Әмірлігінің астанасы. Дәл осындай теректер мына жағында да бар. Маршрутпен жүріп барам, достар. Бұйырса аэропортқа кетем. Аэропорттан ары қарай елге самолетке отырам. Абу Даби аэропорты терминал А. Абу Даби аэропортында мынадай зарядка столдары бар екен. 4 жағында. Осындай Type-C, USB.